Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін менің арнамда қонақта менің анам Назигүл ханым. Қош келдіңіз, мама. Рахмет. Бүгін анаммен бірге біз сіздерге қазақ тіліндегі тұрақты тіркестерді, яғни идиомаларды үйрететін боламыз. Онда бастайық. Біріншісі, аузынан ақ ит кіріп, көк ит шықты. Мен енді бұл сөздің тура мағынасын, тура аудармасын сіздерге айтайын. Содан кейін анам сіздерге оның мағынасын түсіндіріп айтып беретін болады. Аузынан дегеніміз, ауыз, it's a mouth, аузынан from the mouth. Ақ ит, ақ is white, it is dog. Кіріп, кіру means to come in. Көк ит, көк is blue, it is dog, шықты came out. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шықты. Енді мағынасын түсіндіріп айтып берсеңіз. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шықты деген, бір адам қатты ашуланған кезде өзінің эмоциясын басқармай, аузына келген жаман сөздерді айтуы екінші адамның көзқарасында сондай болып көрінеді. Иә. Яғни бір ашуланған кезде. Сізде ондай жағдай болды ма? Сіздің аузыңыздан ақ ит кіріп, көк ит шыққан кез болды ма? Жоқ, мен ашуланған кезде үнемі өзімнің ашуымды басып, өзімді ұстауға тырысамын. Содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін барып, өзімнің ашуымды басқа бір эмоциялық жағдайда білдіруге тырысамын әрдайым. Жақсы, рахмет. Онда келесі, қой аузынан шөп алмас. Қой дегеніміз, қой, it's sheep, ауыз. Now, we are using this word again, аузынан, from the mouth. Шөп is a grass. Алмас, алу means to take, алмау, to not take. So, we translate it as someone that wouldn't take a grass from a sheep's mouth. Қой аузынан шөп алмас. Бұл сөздің қазақша мағынасы адамның мінезін білдіреді, өте жуас, момын, сондай адамды қой аузынан шөп алмас деп айтады. Иә. Келесі. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Ақсақ дегеніміз lame sheep, яғни ақсақ. Lame. Түстен кейін means in the afternoon. Маңырайды. Маңырау дегеніміз to bleat, bleats. The lame sheep bleats in the afternoon. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Енді мағынасы. Бұл сөздің қазақша мағынасы болып жатқан жағдайға дер кезінде мән беріп, соған жаңағы өзінің пікірін білдірмей, ол өтіп кеткеннен кейін, біраз уақыт өткеннен кейін пікірін білдіру, соны ақсақ қой түстен кейін маңырайды деп айтады. Енді тағы да сізге осындай сұрақ қоямын. Сіз түстен кейін маңырадыңыз ба? Енді адамның өмірінде әртүрлі жағдайлар болады. Мүмкін ондай жағдайларда болған шығар, бірақ дәл қазір есімде жоқ. Болмады деп айта алмаймын. Жақсы. Келесі. Ит өлген жерде. It, dog. Өлу means to die. Өлген жерде. Жер is place. Ит өлген жерде, in the place where dog died. Енді бұл сөздің қазақша мағынасы негізі ит өлген жер деген қайдан шықты десе, мысалы қазақта айтады ғой, жақсы ит өлімтігін көрсетпейді дейді. Олар бір адам білмейтін алыс жерге барып өлуі мүмкін. Бұл сөз сонда баратын жердің белгісіздігі, жолдың қаншалықты ұзақ екенінің белгісіздігін білдіретін, өте алыс, не болмаса бір белгісіз бағыт дегенді білдіреді. Өміріңізде қанша рет ит өлген жерге барып көрдіңіз? Енді әртүрлі жағдайлар болады, ондайда кездер болды, талай рет болды. Бірінші рет барған жерді
әрине білмейсіз қаншалықты алыс, қаншалықты қиын жол, не болмаса қаншалықты бейнеті бар екенін білмегендіктен қазақ сол ит өлген жер деп сондай бағаменен бір ауыз сөзбен түсіндіріп айтқан. Рахмет. Келесі бізде екі сөз, ол бетке байланысты. Біріншісі көк бет. Көк it's blue, бет is face. Көк бет. Қазақта бұл да көкбет деген адамның жаңағы мінез құлқына байланысты айтылады. Сондай бір айтқанға көнбейтін, адамның жаңағы келісімге келмейтін мінезі қиын адамдар болады. Өз дегеніменен ашуы да қатты, сондай адамдарды көкбет дейді. Ал енді қыздарыңыздың арасында, қыздарыңыз деп айтып отырмын, себебі анамның 5 қызы бар. Қыздарыңыздың арасында көкбет бар ма? жоқ, Құдай сақтасын. Менің қыздарымның арасында ондай, жалпы біздің туысқанымыздың, менің маңайымда араласатын арамызда ондай адамдар жоқ. Өйткені олардың бәрінің мінездері жақсы, тәрбиелі, қыздарым да ондай мінездер ешқайсында жоқ. Әлде қарға баласын аппағым, кірпі баласын жұмсағым деп отырсыз ба? Жоқ, ол мінез әркімде бар ғой. Ашулану, мінез, өз несінен қайтпау деген әркімде бар нәрсе, бірақ көкбет деген енді ол өте бір шектен шыққан, адамның айтуы жаңағы несіне келмейтін жағдайдағы сондай бір өте жағымсыз мінезді, соны айтады көкбет деп. Енді келесі қара бет. Қара is black, бет is face. Қара бет. Бұл да енді қазақта бір өте жаман теңеу. Қара бет деген ол жаңағы адам бір жаман іс жасап, ел бетіне қарай алмайтындай жағдайда болған кезде сонда айтады қара бет деп. Оны бір жағынан кінәлау, жазғыру, екінші жағынан сол адамның жаңағы адамгершілігіне нұсқан келтіретін сондай мағынада айтылатын сөз. Енді келесі басқа бір түс, ақ. Ақ саусақ. Ақ is white, саусақ fingers. Ақ саусақ. Бұл енді ақ саусақ деген еш нәрсе, қолынан еш нәрсе келмейтін, жұмыс істей алмайтын, сондай адамды ақ саусақ дейді. Осылай? Сөйтіп қолын осылай отыратын ба? Сондай адамды ақ саусақ дейді. Жақсы, келесі. Аяқ астынан. Аяқ is the feet. Асты means under. Аяқ астынан. From under the feet. Бұл енді тағы да оқиғаға, болып жатқан уақыттағы оқиғаға байланысты айтылатын сөз. Бір жағдай болып қалған кезде ойламаған жерден. Тосыннан болған жағдайда, ойламаған жерден болған кезде аяқ астынан деп айтады. Сол уақыттың өте тез өзгеруі, жағдайдың өте тез өзгеруі. Бұл өте жиі қолданылатын сөз. Келесі, қабағынан қар жауды. Қабақ is this part. Well, we can say that it's eyebrows, but it's especially this part. So, қар is snow. Жау. Қар жау means snowing. Қар жауды, snowed. It snowed from the eyebrows. Қабағынан қар жауды. Бұл адамның мінезіне байланысты айтылатын сөз. Жаңағы басында айтылғандай қатты ашуланып, жағдайға көңілі толмай, ренжіп тұрған адам, бірақ жаңағы эмоциясын шығармай, ішінен ашуланып, ашуын сыртқа шығармай тұрған адамның мінез құлқы. Қабағы түйулі, түрі суық, сондай адамды қабағынан қар жауды деп айтады. Сіздің қаншалықты жиі қабағыңыздан қар жауады? Мен енді білмеймін, өзімді өте жайдары адаммын деп ойлаймын. Үнемі көңілді жүруге, болып жатқан жағдайларға пайыппен баға беруге тырысамын. Бірақ енді арасында кейде болып тұратын шығар. Жиі емес. Жақсы. Келесі қазіргі жағдайға байланысты
бағасы удай. Баға is the price. У, the shortest Kazakh word. У means poison. Удай means like a poison. Бағасы удай. The price is like a poison. Бағасы удай. Бағасы удай деген енді қымбатшылыққа байланысты айтылады. Бір затты алайын дегенде оның бағасына өте жоғары боп, адамның қалтасы көтермейтіндей жағдай болса, ой, бұл деген удай қымбат қой деп жатады. Сол бағаға байланысты айтылатын сөз. Яғни бір тисең уланып қалатын сияқты жағдайды сипаттайтын сияқты, иә? Иә, адамның қалтасына өте қатты ауыр салмақ түсіретін нәрсе. Иә. Енді соңғысы бізде су тегін. Су means water, тегін is free. Means so cheap. So cheap like water. Су тегін. Су тегін деген жаңағы қымбатшылыққа байланысты керісінше мағынаны береді. Арзан деген. Бізде су деген далада өзімен өзі ағып жатады ғой. Сондықтан су тегін деген не қалыптасқан түсінік. Бір нәрсе арзан, өте бағасы өзінің ойлағаннан да арзан болса, бұл ой, су тегін екен мынау дейді. Сондай жағдайда айтылады. Иә. Жақсы, осымен аяқталды. Мама арнама келіп, бүгінгі қазақ тіліндегі тұрақты тіркестерді менің оқушыларыма, көрермендеріме үйреткеніңізге көп рахмет. Сіздерге осы видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Арнаға жазылып, және астына осы тұрақты тіркестердің арасындағы қайсысы сізге қатты ұнады, сонымен астына бір сөйлем жаза кетіңіздер, мысал келтіріп. Және қазақ тілін көбірек үйренгіңіз келсе, онда сіздің назарыңызға өзімнің қосымшамды ұсынамын. Ол Kazakh language деп аталады. Сол жерден өте көп тегін материалдарды таба аласыздар. Сонымен қатар менің Patreon арнам бар. Оған да жазылсаңыздар болады. If you want to learn more Kazakh, you can download my app Kazakh language, and I also have Patreon channel. Жақсы, онда көріскенше сау болыңыздар. Келесіде see you in the next video. Bye. Сау болыңыздар.